Шұғайып пайғамбар қиссасы. Шұғайып Лұт пайғамбардың жиені екен. Оның үлкен қызынан туады. Арғы атасы Мадиян деген би болған. Заманында жанына ел жинап шағын шаһар салған. Қала керуен сарайларымен аты шығады. Жұрт бұл қаланы Медиян деп атап кетеді. Мұнда жан-жақтан саудагерлер ағылып қан базарды қыздырып жатады. Бірақ байлары надан еді. Бір құдайды ұмытып пұтқа сыйынды. Шаһардың ортасында 100 түрлі пұт қойып, оларға түрлі атау берді. Бірі сауданың, бірі бақыттың, бірі соғыстың, бірі байлықтың құдайы болып бекітілді. Жұрт күнәға батса, пұттарға келіп ақша төлеп, айыбын жуып шаятын. Әсіресе таразыдан жеуді әдетке айналдырады. Қала халқының 2 түрлі таразысы бар еді. Бірінің салмағы кем, екіншісі артық. Сырттан сауда керуені келсе, олардың затын өздерінің бәсі артық таразысымен сатып алатын. 5 келі ұнды өз таразысымен өлшеп 4 келі етіп алатын. Ал оларға 4 келі тұзды 5 келі етіп сататын. Лұт пайғамбар Садум елінен кеткен соң Кенғанға көшіп келеді. Үлкен қызын Медианның Мәкәйіл деген баласына ұзатады. Ұзамай дүниеге Шұғайып келеді. Шұғайып саудаға қызықпады. Олардың қулық айласын жаны сүймеді. Адалдан мал бағып құм ішінде өмір сүруді қалады. Қаладан жырақта жүрді. Ниетіне қарай қойына құт қонып, аз ғана уақытта маңғырған мал болды. Саулығының желінен сүт сорғалап тұратын. Жылына егізден қозы табатын. Отарға ұры қары ит құс жоламайды. Шұғайып қой соңында жүргенде үнемі терең бір ойға бататын. Мына дүниені көркем кейіпте жаратқан, ай мен күнді шырақтай жағып қойған құдірет менен не қалайды? Дәулетімді арттырып, әулетіме несібе берген Құдайға шүкір етудің жолы қайсы деп толғанатын. Бір күні оған ғайыптан бір кісі келді. Шопанға құрмет көрсетіп, ізетпен сәлем берді. Уа жолаушым, кел үйге кір, құрметті қонағым бол. Шалғайға кетіп жан баласын көрмеген едім, жақсы келдің деп бәйек болды. Жолаушы, мен әділдік іздеп жүрген бейбақпын. Кеше қалаға барып, тұз сатып алып таразыдан желіндім. Ақымды кімнен сұрарымды білмей келе жатырмын деді. Шұғайып, жүр ақыңды бірге сұрайық деді. Сөйтті де базарға келіп, қақ ортадағы мінбеге шығып, уа жұртым, арамдық адамның ажарын бұзады. Ант тұрған халықтың базарын бұзады деген. Бабам Медиян бұл шаһардың қазығын қаққанда, қам кірпіштен іргесін соққанда момынға пана болсын, ғаріп ғасірге саға болсын деп еді. Сендер сол өсиетті ұмыттыңдар, артық пайдаға құнықтыңдар. Арамнан алған түйеден, адалдан алған ешкі артық деген. Айламен тапқан ақша асқазанға түссе жара қылады, жүзіңді қара қылады. Бұл әдетті қоймасаңдар, Құдайдың пәлесі жауып жылы орныңды мола қылады. Әкім адам болмаса халық бұзылады, сауда адал болмаса нарық бұзылады деді. Мына жолаушының ақысын кім жеді? Тез қайтарсын деді. Оның сөзінің оттай боп ел жұрттың санасына оқтай жауғаны сонша саудагерлер есеңгіреп қалды. Жұрт оның Медиян бидің ұрпағы екенін білетін. Оның адалдан аш жиятын, айнымас дос жиятын қасиетіне қызығып та қызғанып та қарайтын. Оның сұсты жанары мен өктем үні арамзалардың жүрегіне сес боп тиді. Ортаға бір саудагер шығып, адалдық ардың ісі, оны көтеріп жүру нардың ісі деуші еді. Біз болмашы дүниеге қызығып, пайдаға құнығып, арамға батыппыз. Адал кісі арымас, арам кісі жарымас деген. Сен шөпсіз құмды жерде қойдың бақсаң да берекең артып жатыр. Біз тиынға тиын, сүтке су қосып сатсақ та байымадық. Мына жолаушының ақысын жеген мен едім, түгел қайтарайын. Бұдан былай таразыдан салмақ жесем ант ұрсын деп тәубе етті. Ақысын түгендеген жолаушы шаһар сыртына шыққан соң нұр сипатқа еніп періштеге айналды. Уа Шұғайып, мен Жебірейіл періштемін. Сенің адалдықты ас етіп, әділдікті бас етіп өмір сүретін дағдың Құдайға ұнады. Ол сені өзінің елшісі етіп таңдады. Нағашы атаң Лұт арамға қарсы тұрған елді тура жолға бұрған пайғамбар еді.
Жігіттің жақсы болмағы нағашыдан, үйдің жақсы болмағы ағашынан деген. Текке тартып адалды кәсіп еттің. Бүгін қалың жұртқа үрікпей кіріп, әділ сөзбен ірімей сойдың. Соның өтеу үшін сені пайғамбарлықпен сүйіншілеймін. Енді пайғамбарлық міндетіңе кіріс деді. Шұғайып пайғамбар елшілік борышты арқалаған соң Медиан шаһарының патшасы Қалманға барып, Құдайдың хақ жолына үндеді. Патша пұт парасын алдыға тосып, егер осы пұттарға тіл бітірсең, сені пайғамбар деп иілеміз деді. Шұғайып пұттардың жанына барып, сендер кімсіңдер? Мен кіммін? деп сұрады. Біз тіл мен көзі, құлағы жоқ қауқарсыз ағашпыз. Сен Тәңірдің ардақты елшісің деді. Бұл сөзді естігенде патша шасып қалды. Бірақ оның ібіліс торлаған көңілі қиыннан қолық тауып бүйдеп сөйлетті. Ей Шұғайып, сен мұны сиқырмен жасап тұрсың. Өзің құмда қой бағып жүріп, сиқырдың сан атасын үйренген екенсің. Біздің сарайда да сиқыршылар жетеді. Саған солардың ортасынан орын берейік. Бұйырған асыңды ішіп, сол жерді мекендесең нетті деді. Шұғайып, әлгі уәдең қайда? деді. Сиқыршымен уәде жасалмайды деді патша келемеждеп. Оның жанында тұрған уәзірі мен нөкерлері де мазақтап, патшаны қолпаштай жөнелді. Уәде Құдай сөзі деуші еді. Сен сертті бұздың. Енді уәденің киесі ұрады деді Шұғайып. Айтқанда ертесіне ыстық жел соқты. Жеміс-жидекті қуратты. Өзен суды құрғатты. Құмды дауыл тұрып, қаланы басып қалды. Жұрт ыстықтан қашып жертөлені паналады. Бірақ жертөленің әр жерін тесіп саршаяндар қаптады. Есті адамдар мұның Құдайдан келген зауал екенін ұқты. Олар Шұғайыпқа қарай қашты. Құдайдың құдіреті сол, Шұғайыптың жайлауын өрт алмапты. Дәл төбесінде бұлттар қаптап көлеңкесін түсіріп тұр екен. Салқын самал жел соғады. Пайғамбар пана іздеген жұртқа жайлауынан жер берді. Ал шаһарда қалған жұрт ыстық желге қақталып, саршаянға таланып өледі. Ажалдан патша да аман қалмайды. 10 күннен соң ыстықтың лебі басылады. Шұғайыпты паналаған адамдар қайтадан қалаға барып адалдан ет жеп, әділдікті екшеп өмір кешіпті. Шұғайып құмда мал бағып қала береді.